Маған консультацияға келген адамдардың барлығы айтады, мен негізі 300 мың теңге табамын, бірақ кредитім 400 мың теңге дейді. Мен айтамын, сіз сонда 100 мың теңге қайдан алдыңыз десем, жоқ, мен соны таптым дейді. Сіз 300 мың теңге табасыз, қалай сіз 400 мың теңге төлеп жүрсіз десем, одан кейін басталады. Мен алдында анадан қарызға ала салып едім, алдындағы біреу ақша соған сала салып едім. Сонда мына қазақта көрпеңе қарап көсіл деген сөз бар. Көрпеңе қарап көсілмей, біз әр уақытта бір қарыздан екінші қарызға кіріп кетеміз ғой. Ең бірінші қаржылық сауаттылық дегеніміз велосипед айдау сияқты бір нәрсені жаңа үйрену. Ол дегеніміз ең бірінші қаржылық сауаттылық деген актив пен пассив қой. Актив пен пассив, былай айтса, актив сізге қалтаңыздағы ақшаны алып келеді, сізге активтарыңыз. Пассив сіздің қалтаңыздағы ақшаны суырып алады. Сондықтан ең бірінші кіріс пен шығысты реттеу керек. Егер мысалға шығысыңыз контрольсіз болса, келген кірісте береке болмайды. Ең бірінші қаржылық сауаттылықта кіріс пен шығысты теңестіру. Ол бір. Екіншіден шығыстарды азайту. Үшіншісі қарызды жабу.